Сәлеметсіздер ме оқушылар, сіздермен мен математик пәнінің мұғалімі Айбек ағайларыңыз. Бүгінгі бізде тақырыбымыз бөлшек рационал теңсіздіктер. Бөлшек рационал теңсіздіктер, сол бастапқы тақырыпты көрген болсаңыздар, теңдеуін көрген шығарсыздар. Егер теңдеуі секілді, бұл жақта да сәл ұқсастық дүниелерді байқайтын боласыздар. Яғни px бөлінген qx түрінде алатын болсақ, теңсіздік белгісінде мінекей мына жерде таңба символ берілген. Мына символдың орнында үлкен, кіші, үлкен немесе тең, кіші немесе тең деген теңсіздіктер қолданылуы мүмкін. Бұл жерде px пен qx-тің орнында көп мүшелер кездеседі, яғни x айнымалылар тұратын болады. Бұл жақта да тура сол теңдеуді шығарған секілді шығарамыз, тек айырмашылығы бұл жерде сәл бір теңсіздік болады, яғни аралықтарға салатын боламыз шешімдерді міндетті түрде. Бұл жерде мүмкін мәндер жиынында шыққан шешімдерді де міндетті түрде аралықтарға орналастыруымыз қажет. Бұл жақта функцияның үзіліс нүктелері деген дүние бар, яғни ол мүмкін мәндер жиыны деп аталады. Екінші атауы алгебралық өрнектің мәні болатын айнымалының мәндер жиын деп атаймыз, функцияның үзіліс нүктелері. Яғни бөлшектің астында тұрған өрнекті всегда әрқашан не істейді екенбіз? Тең емес нөлге деп алып отырамыз. Бұл жақта аралықтарға салу үшін міндетті түрде осындай дүниені алуымыз қажет. Енді олай болса алғашқы бірінші тапсырмамыздан бастайық. Өте оңай, бұл жақта оңай оқушылар, қорқудың қажеті жоқ есептерде. Ең алдымен әр өрнектерді жеке-жеке нөлге теңестіріп аламын. Мына жерде ең алдымен стандарт түрге тұр ма, тұр емес пе соған анықтау қажет. Стандарт түрге келтіріліп тұр, өйткені мына бөлшегіміз теңсіздіктен кейін 0 деп, кіші 0-ден деп тұр. Қазір стандарт түрде келмейтін есептер болады, оларды қазір көрсететін боламын. Енді бұл жерде ең алдымен бөлшектің алымын тең емес 0-ге деп аламыз. Бұл жақта барлық өрнекті тең емес 0-ге деп аламыз, өйткені теңсіздігіміз қатаң теңсіздік болғандықтан. X минус 1-ді тең емес 0-ге деп аламын. Және бөлшектің бөлімінде тұрған x жалғыз өз тұр екен, ондықтан 0-ге тең емес деп аламыз. Және x минус 3 деген өрнек жақшамен келген, оны да 0-ге тең емес деп аламыз. Мінекей оқушылар, тең емес деп алып шықтық барлығын әрқайсысын, яғни 3 өрнек 3 жауап шығар екен. Бұл жерден үшеуі де тең емес, өйткені теңсіздігіміз қатаң теңсіздік болғандықтан. Ал егер мынаның астында теңі болған кезде, онда тек бөлшектің астын ғана тең емес деп алып, ал үстіңгі жағын тең деп алатын едік. Бұл қай уақытта егер мынандай қатаң емес теңсіздік беретін болса, онда үстіңгі жағын ғана тең деп аламыз. Ол тең емес деген не мағынаны білдіреді оқушылар? Бұл тең емес деу қазір аралықтарға орналастыру барысында бұлар боялмайды. Соның үшін бізде тең емес деп алып жатырмыз. Түсінікті, ал қай уақытта боялады? Ол астында мынандай қатаң емес теңсіздік болса, ол еще тек қана үстіңгі жағы ғана боялады, шыққан жауап. Сонда шешімдерді табатын болсақ, x тең емес бізде 1-ге, мінекей бір шешім пайда болды. Мына шешім бірден дайын, 0 деген шешім дайын болып тұр. Ал келесі шешіміміз бізде минус 3-ті теңдіктің оң жағына өткізген кезде плюс 3 болады. Сонда x тең емес 3-ге деген жауап шығады екен. Минус 1 мен 3-ті оң жаққа өткізген боламыз. Енді шыққан шешімдерді өз суретімен аралықтарға орналастырайық. 0 деген жауап шықты бізде. Және 1 деген жауап шыққан болатын. Мінекей 0, 1, 3 деген сандарды өз суретімен аралықтарға орналастырдық. Енді интервалдарға бөлеміз. Міндетті түрде оқушылар бұл жақта интервалдарға бөліп шығарамыз бөлшек рационал теңсіздіктерді. Енді x-тердің алдына қарайтын болсақ, мұнда алымында x-тің алды плюс болып тұр, бөлшектің бөлімінде x-тің алды плюс, мына x-тің алды плюс. X-тердің алдына қарап шықсақ, барлығы плюс таңба, демек оң жағымыз плюстен басталады. Плюс, минус, плюс, минус. Сонда бізде керек дүние қай аралықтарды алуымыз керек? Теңсіздік 0-ден кіші деп тұр, демек 0-ден кіші деген сөз ол минус аралықтарды шешімге қабылдаймыз. Мінекей, минус аралықтарға мен таяқша қойып шықтым. Есептің шешімі сонда x тиісті. Минус шексіздіктен басталып, минус аралық дегеніміз ол 0-ге дейін, 0-ге жай жақша қоям, және 1-ден басталып 3-ге дейін. Осымен есеп аяқталды. Келесі екінші тапсырмамыз. Үстін астын 0-ге тең деп алып шешімдерін тауып алайық. Астыңғы бөлігі тең емес деп аламыз. Бұл жақта мүмкін мәндер жиыны деп жазбаңыздар оқушылар, қажет жоқ. Тек үстіңгі бөлігін 0-ге тең деп алайын, ал астыңғы бөлігін тең емес 0-ге деп аламыз. Яғни үстіңгі бөлігі боялады, ал астыңғы бөлігі не істемейді? Боялмайды деген мағынаны білдіреді. Астыңғы бөлігі тең емес деген ол боялмайды. Үстіңгі жағынан дискриминантпен шығарылатын шешімдер бізде, яғни квадрат теңдеу шығып тұр. Дискриминантпен сіздер шығарып асықпай табатын болсаңыздар, шешімдері 5 пен 1 деген жауаптар шығады екен. Сіздер өздеріңіз асықпай тауып көріңіздер, шешімдері 5 пен 1 шығады. Ал мына теңдеуде тең еместі шығаратын болса, бұл жерде 4 деген шешім шығады екен. Яғни 4 деген санымыз ғана боялмайды, ал 1 мен 5-іміз боялады. Үстіңгі бөлшектің үстінен шыққан жауаптар боялады, астынан шыққан жауаптар боялмайды. Не себепті? Өйткені теңсіздігіміз қатаң емес болғандықтан. Мінекей теңсіздікті байқау керек міндетті түрде. Енді өз суретімен орналастыратын болсақ, 1 деген сан, 4 деген сан және 5 деген сандарды өз суретімен орналастырдық. Ары қарай интервалдарға бөлетін болсақ, мінекей плюстен басталама, минустан басталама, соны анықтайық.
бізде таңбаны қарайтын болсақ, үстіңгі жағында главный рөл атқаратын оқушылар x квадратқа қараймыз. Үстіңгі жағында x квадраттың алдында таңбаны байқасаңыздар, плюс таңба, демек үстіңгі өрнектен әрқашан қандай сандар шығады? Плюс сандар шығады екен. X-тің орнына қандай сандарды қойсаңыздар да, үстінен всегда оң сандар шығып отырады. Өйткені x-тің алды плюс болғандықтан. X квадраттың алды главный рөл атқарады. Алдына 6x-тің алдына қараудың қажеті жоқ. Өйткені үстіне квадрат теңістік тұрғандықтан. Ал астыңғы өрнекте бізде x минус 4 деп тұр, оның да алды x-тің алдына қараймыз. X-тің алды плюс, демек плюске плюсті бөлсек, демек оң жағымыз плюс таңбадан басталады. Плюс, минус, плюс, минус. Теңсіздігіміз 0-ден үлкен немесе тең деп тұр, демек жауапқа плюс аралықтарды алатын боламыз. Мінекей, плюс аралықтар жауапқа қабылдадым. Сонда x-тің шешімі бізде 1-ден басталады. Мінекей, 1-ге тік жақша қойып қоямын. 1-ден бастап 4-ке дейін, 4-ке жай жақша жаздым. Және ары қарай 5-тен басталып, қай жаққа қарай бара жатыр? 5-тен бастап таяқшамыз плюс шексіздікке дейін болады екен. Есебіміз аяқталды. Келесі, үшінші тапсырмамыз бізде оқушылар үстін астын 0-ге тең емес деп аламыз. Өйткені теңсіздігіміз қатаң теңсіздік болғандықтан, үстінде астында 0-ге тең емес деп аламын. 3x минус 12x квадрат тең емес 0-ге, және x плюс 4 тең емес 0-ге. Енді минус 12x квадрат тең емес, мына жерде не істеу керек? Бізде оқушылар, былай сіздерге асықпай жаза тұрайын. Бұл жерде бізде былай істейміз. Қараңыздар, мына теңдеуді шешу үшін бірінші теңдеуіміз толымсыз квадрат теңдеу болып тұр. Толымсыз квадрат теңдеу болғандықтан бұл жерде жақшаның сыртына мен x-ті шығарып жіберейін, иә? Екеуінен де сол ыңғайлы болады. X-ті шығарып жіберетін болсам 3 азайтылған 12x қалады екен. Тең емес 0-ге толымсыз квадрат шығарып жатырмын, яғни сонда бұл жерден шешімдеріміз x тең емес 0 деген бір шешім шығады, және жақшаның ішін 0-ге теңестіріп аламыз. Тең емес деп аламыз. Мына жерден шешімдерін табатын болсам, минус 12x тең емес минус 3-ке, яғни 3-ті теңдіктің оң жағына плюс қылып, кері таңбамен минус қылып өткізіп жібердік, плюс еді. Енді осы жерден x-ті табатын болсақ, минус 3-ті бөлеміз қаншаға? Бізде минус 12 деген шешімге. X тең емес, сонда 4-тен 1 деген жауап шығады. Мінекей оқушылар, шешімдеріміз табылды. 0-ге тең емес, және мына жақта шығаратын болсақ, x тең емес минус 4-ке. Шешімдеріміз мінекей оқушылар, қоршап жазып қойдым мен. 4-тен 1, 0 және минус 4 деген шешімдерге тең бола алмайды. Енді шыққан осы жауаптарымызды аралыққа орналастыратын болсақ, бірінші минус 4-ті орналастырамыз, және одан кейін келесі 0-ді орналастырамыз, соңында бізде 4-тен 1 деген шешімдерді орналастырамыз. Мінекей өсу ретімен бізде оқушылар орналастырып шықтық. Және үшеуі де боялмайды, өйткені тең емес болып жазылғандықтан. Қай уақытта боялады? Тең болса ғана. Ол тең болатын еще теңсіздікке байланысты, және үстінен шыққан жауап қана боялады деп айтқан болатын. Мінекей оқушылар, интервалдарға бөлдік. Енді интервалдарға бөлгеннен кейін таңба анықтау ең маңызды дүние. Плюстен бастала ма, оң жағымыз минустан бастала ма? Соны анықтау керек. Ол жерде мен айтқан болатым. Егер квадрат өрнек келетін болса, x квадраттың алдына қараймыз. Демек, мына жерде берілгеннен қарайтын болса, x квадраттың алдында қандай таңба тұр? X квадраттың алдында минус 12 тұр. Демек, үстіңгі жағынан минус шығады деген сөз. Ал астыңғы жағына x-тің орнында қандай да бір санды қойсаңыздар, қандай сан шығып тұр? X-тің алды плюс болып тұр, демек плюс сан шығады. Енді бізде ары қарай минусты плюске бөлеміз таңбалар. Бұл жерде x квадраттың алды минус, ал x-тің алды плюс болып тұр. Сонда минусты плюске бөлген кезде таңба қандай болады екен? Бізде минус таңбадан басталады. Оң жағымыз минус, одан кейін плюс, одан кейін минус, одан кейін плюс. Енді 0-ден кіші деп отыр бізде. Теңсіздігіміз 0-ден кіші деген сөз, ол қай аралықтарды аламыз? Минус аралықтарды жауапқа қабылдаймыз. Мінекей минус аралықтарға мен таяқша қойып қояйын. Сонда есептің шешімі бізде, оқушылар, қазір мен былай жазамын. Есептің шешімі минус 4-тен басталып 0-ге дейін, және 4-тен 1-ден басталып бізде қай жаққа дейін барады? Плюс шексіздікке дейін барады екен. Есеп аяқталды. Келесі тапсырмамыз тең емес 0-ге деп алар екен. Бұл жақта да екеуінде үстінде астында тең емес 0-ге деп алып шығады. X квадрат минус 3x қосылған 2 тең емес 0-ге, және бөлшектің бөлімінде тек қана x минус 4 тең емес 0-ге деп аламын. Мына жерде квадрат байқап тұрсыздар, квадрат маңызды емес. Қазір мен сіздерге оны түсіндіретін боламын. Квадратты қазір пайдаланатын боламыз, оны аралыққа салу барысында. Бастысы бізге жақшаның ішін ғана аламыз, x минус 4 тең емес 0-ге. Квадратты қазір түсіндіремін, қалай болатынын. Енді шешімдерін табатын болсақ, x тең емес, мұнда шешімдеріміз 2 және 1 деген жауаптар шығады. Өздеріңіз асықпай квадрат теңдеуді шығарып көріңіздер формула арқылы. Мен бірден ойша шығара салдым.
мына жерде 4 деген жауап шықты. Енді шыққан жауаптарды интервалдарға, яғни аралықтарға орналастыратын болсақ, өз суретімен 1 деген жауап, 2 деген жауап және 4 деген жауап. Мінекей интервалдарға бөлдік. Енді оқушылар жаңа айтқан болатын. Мынау квадрат не істейді бізде? Дәрежесі жұп сан. Егер жақшаның сыртында осындай жұп дәрежелі өрнек тұратын болса, сіздерге өткендей, алдыңғы тақырыпта өткендей, бұған не істейді? Қосымша аралық қойылады. Демек, мына 4 деген жауап шықты ғой, мына 4-ке. Именно 4-ке қосымша аралық қоятын боламыз міндетті түрде. Өйткені дәрежесі қандай? Жақшаның дәрежесі жұп сан болғандықтан. Ал тақ сан болса, ештеңе қойылмайды, ешқандай әсер етпейді. Жұп сан болғандықтан ол міндетті түрде осындай қосымша аралық қойылады екен. Таңбаларын анықтайтын болсақ, үстіңгі жағында x квадрат маңызды рөл атқарады, оның алды плюс болып тұр, астыңғы жағында x-ның алды плюс. Демек, екеуі де плюс, таңба плюстен басталады екеуін бөлген кезде. Плюс, келесі таңба минус, одан кейін плюс, минус, плюс. Демек, осылай таңбаларды анықтайды екенбіз. Керегі бізде 0-ден үлкен деп отыр, мына өрнек x өрнегіміз. Демек, плюс аралықтарды жауапқа қабылдаймыз. 0-ден үлкен болатын болса, плюс аралықтар алынады. Сонда есептің шешімі, мына теңсіздіктің жауаптары былай жазылады. Минус шексіздіктен басталып, бізде оқушылар 1-ге дейін, және 2-ден басталып 4-ге дейін, және 4-тен басталып плюс шексіздікке дейін болады екен. Мінекей шешімдерін жазып көрсеткен болатын. Келесі тапсырмамыз. Келесі тапсырмада үстінде астында 0-ге тең, үстіңгі жағын тең деп алады екен, астыңғы жағын тең емес деп аламын. Келесі тапсырмада бізде үстіңгі жағы тең болады, ал астыңғы жағы x квадрат минус 49-ды тең емес 0-ге деп аламын. Өйткені астыңғы жағы әрқашан боялмайды деп айтқан болатын. Астынан шыққан жауап ешқашан боялмайды, үстінен шыққан боялады. Ол қай уақытта қатаң емес теңсіздік болса ғана. Шешімдерін табатын болсақ, мына жерде есептің шешімдері минус 14 және минус 5 деп тұр екен. Демек, ол жерде 7 мен минус 2 деген шешімдер шығады. Көбейтсек минус 14-ті береді, қосқан кезде 5-ті беріп тұр. Ал мына теңдеуді шығаратын болсақ, x квадрат тең емес минус 49 теңдіктің оң жағына өткізсем плюс 49, және x тең бола тең емес плюс минус түбір астында 49. x тең емес плюс минус 7 деген жауап. Мінекей оқушылар шешімдерін тауып болдық. Енді байқасаңыздар, мына жерде жауапта қандай жауаптар шықты? 7 деген жауап 2 рет шықты, минус 7 деген жауап шықты, және минус 2 деген жауап шықты. Өз суретіме орналастыратын болсам, минус 7 жазылады, одан кейін минус 2 жазылады үстінен шыққан жауап, және плюс 7 жазылады. Енді оқушылар, мына жерде ең маңызды ескеретін жай. 7 деген жауапына тең деген жауаптан біреу шықты, ал тең емес деген жауаптан плюс 7 шықты, және x тең емес деген жауаптан минус 7 деген жауаптар шыққан болатын. Мына байқадыңыздар ма, мына жерде 7 деген жауап мына жақта тең болып тұр, ал мына бөлшектің астынан тең емес деп шыққан болады. Екеуінен екі түрлі шығып қалды. Енді егер біреуі тең, біреуі тең емес болатын болса, онда 7 деген жауапты боялмайтын қылып аламыз. Өйткені біреуі тең емес болып тұрма, сол маңызды жеңіп кетеді. Тең емес деген дүние ең маңызды рөл атқарады. Демек, тең емес, біреуі тең болып үстінен шығып тұратын болса, осындай жауаптар, онда боялмайды 7. Түсінікті ғой, 7-ні боямаймыз. Ал егер және де бізде ескеретін жайт, мынау 7 деген жауап 2 рет шыққандықтан мен 7 деген жауапқа қазір қосымша аралық қоятын боламын. 7-ге мен қазір қосымша аралық қоямын. Не себепті оқушылар? Өйткені 7 деген шешім 2 рет шыққан болатын менде жауап. Сондықтан мен осыған қосымша аралық қойып кетемін. Сонда таңбаларын анықтау барысында қазір таңбаларын анықтайық. Үстіңгі жағы x квадраттың алды плюс, астыңғы жағында да x квадраттың алды плюс. Плюске плюсті бөлетін болсақ, плюстен басталады. Плюс, минус, плюс, минус, плюс. Енді 0-ден кіші деп отыр. 0-ден кіші немесе тең деген сөз, ол қай аралықтарды аламыз? Шешімге минус аралықтарды жауапқа қабылдайды екенбіз. Сонда есептің шешімі x тиісті минус 7-ден басталып минус 2-ге дейін тік жақша, және 7-нің жалғыз өзі бізде жауапқа не істемейді? Алыну керек. Мына жерде минус аралық алатын болсам, жалғыз 7-ні алуым керек, бірақ ол боялмай тұр. Мына 7-міз боялмай тұрғандықтан бізде қосымша аралық ретінде оны қабылдай алмаймыз. Демек, осы жауап осымен тоқтап қалады екен. Есеп аяқталды. Мынаны қайтадан қарап көріңіздер, оқушылар, түсінбей қалсаңыздар, сол кезде түсінетін боласыздар. Немесе есептің соңына дейін қазір толық қарап шықсаңыздар, жайлап түсінетін боласыздар. Келесі тапсырмамыз бізде үстін астын жеке-жеке 0-ге теңестіріп алатын болсақ, үстіңгі жағын тең деп алайық, астыңғы жағын тең емес деп алайын. 2 минус 6x-ті тең емес 0-ге. Үстіңгі жағынан мына 5-ті 0-ге қарай бөліп жүреміз. 0-ді 5-ге бөлетін болсаңыздар, оқушылар, мына жерде бөлу болып барады. 0 бөлінген 5, x тең шығады 0 деген жауап. Ал астыңғы жағынан мына жерде минус 6x тең емес, 2-ні теңдіктің оң жағына өткізіп жүретін боламын. Минус 2 болады.
x тең емес. Минус 6-ны 2-ге барып бөлетін болсақ, минус 2 бөлу минус 6 ол бізде x тең емес 3-тен 1 шығады екен. Яғни 1 бөлінген 3 шықты. Шешімдері табылды. Мінекей оқушылар, шыққан шешімдерді өсу реті бойынша орналастырайық. 0 және 3-тен 1. Интервалдарға бөлдім мінекей. Енді таңбасын анықтау қажет. Үстіне қарайтын болсақ, x-тің алдында плюс таңба тұр. Астына қарайтын болсақ, бөлшектің астынан шыққан жауапта x-тің алдында минус 6 тұр. Таңбасы астыңғы жағында минус. Плюс деген таңбаны минусқа бөлген кезде, екеуін бір-біріне бөлген кезде, демек таңба неден басталады? Минустан басталады. Минус плюс минус. Теңсіздікті қарайтын болсақ, 0-ден үлкен немесе тең деп тұр. Демек, қай жауапты аламыз? Бізде плюс аралықтарды жауапқа қабылдайды екенбіз. Есептің шешімі сонда 0-ден бастап 3-тен 1-ге дейін болады. 3-тен 1-іміз тік жақша. Өйткені ол бізде мына жерде қателік қай жерден кетті? Керісінше кетіп қалған екен. Мына жерде сәл қателік кетті оқушылар. Мына 0-іміз боялады, ал 3-тен 1-іміз боялмауы қажет. Мына жерде сәл қателік кетті. Кешірім сұраймыз. 0 боялу керек, мына 3-тен 1 боялмау керек бізде. Өйткені 3-тен 1-іміз тең емес деп тұр, Демек 3-тен 1-ге жай жақшан, 0-ге тік жақша қоятын боламыз. Мінекей 0-ге боялады, ал мынау боялмайды деп өздеріңіз түсініп алыңыздар. Жарай ма? Бір өздеріңіз реттілікпен келтіріп алсаңыздар болады. Келесі тапсырмамыз бізде әр өрнекті мына жерде жақшалар арқылы келген екен. Жеке-жеке 0-ге теңестіріп алам алымдарын. Бірінші алымдар 0-ге теңестіріп алайын. Жақшаларда x-1 тең 0-ге және 3 азайтылған x тең болады 0-ге және бөлшектің астыңғы бөліктерін тең емес 0-ге деп алайын және 5 минус x-ті тең емес 0-ге. Үстіңгі жағынан мына жерден бізде 1 деген жауап шығады. Мына жерден бізде минус x тұра берсін. 3-ті оң жаққа өткізсек минус 3. Минус пен минусты бөлетін болсақ x тең плюс 3 деген жауап шығады. Мына жерден 0 тең емес деп тұра берсін. Ал соңғы өрнекте минус x тең емес 5-ті оң жағына өткізсем минус 5 болады. Және минус пен минус таңбалар бөлсек плюс 5-ке айналады екен. Оқушылар, мінекей таңбалар есептің шешімдерін тауып болдық. Енді тапқан шешімдерімізді өсу ретімен аралықтарға орналастырып шықсақ. Бірінші 0 орналасады және одан кейін 1 орналасады. Келесі 3 және соңғысында 5 деген жауаптарды орналастырамын. Интервалдарға мінекей бөліп қойайын. Ендігі амал бізде таңбасын анықтау. Маңызды дүние оқушылар, ешқайсысына қосымшалар қоймаймыз. Таңбасын анықтау. X-тардың әрқайсының жақшаларының алдында X-тердің алдына қарап шығамыз. Мына жақшада X-тің алды плюс, мына жақшада X-тің алдында таңба минус болып тұр. Мына жыларда бізде X-тің алды плюс болып тұр, ал мына жақшада X-тің алды минус таңба. Үстіңгі жағында плюс пен минусты көбейтетін болсақ, нәтижесінде минус таңба шығады. Астыңғы жағында минус пен плюсті көбейтсек, нәтижесінде минус шығады. Енді соңында шыққан үстіне мен астында шыққан таңбаларды бір-біріне бөлейік. Минус таңба мен астында тұрған минус таңбаны бір-біріне минус пен минус таңбаны бөлген кезде нәтижесінде қандай таңба шығады? Плюс таңба шығады екен. Демек, оң жағымыз неден басталады оқушылар? Плюс таңбадан басталады. Плюс, минус, плюс, минус, плюс. Енді соңғы амал теңсіздік 0-ден үлкен немесе тең деп тұр. 0-ден үлкен немесе тең деген сөз. Қай жауаптарды аламыз? Әрине, плюс аралықтарды жауапқа алады екенбіз. Сонда есептің шешімін мен былай жазып шығамын. Минус теңсіздіктен басталып 0-ге дейін жай жақшамен жазылады. Және 1-ден басталып 3-ге дейін тік жақшамен жазылады 1 мен 3. Және 5-тен басталып плюс теңсіздікке дейін. Мінекей өздеріңіз асықпай жазып алсаңыздар болады. Бұл жерде боялатындар 1 мен 3, өйткені олар тең деп үстінен шыққан болатын. Ал астынан, бөлшектің астынан шыққан жауаптар әрқашан боялмайды, олар жай жақшамен жазылады. Келесі тапсырмамыз үстін астын 0-ге теңестіріп алсақ, x квадрат қосылған 5x тең болады 0-ге, ал астыңғы бөлігін тең емес деп алайын, x квадрат қосылған x тең емес 0-ге. Енді үстінен жақшан сыртына x-ті шығарып жіберу арқылы табатын болам шешімдерін. Сонда x тең 0 деген бір шешім шығады, және x плюс 5-ті 0-ге теңестірсек, одан шығатын шешімі минус 5 деген жауап шығады. Мінекей. Мынау үстіңгі жауабынан жауаптар табылды. Енді астыңғы бөлігін шығаратын болсам, бұл жерден де x-ті жақшан сыртына шығарып жіберейін. X плюс 1 қалады жақшан сыртына x шығарып жіберетін болсам, сонда x тең емес 0-ге және x плюс 1 тең емес 0-ге. Мына жерден x тең емес минус 1 деген жауап шығады. Мына жерде енді сұрақ туады оқушылар, қараңыздар, жаңа кішігірім сұрақ. 0 деген жауап екеуінде де шықты, үстінен де астынан да, бірақ біреуі боялады, біреуі боялмайды деп отыр. Егер біреуі боялады, біреуі боялмайды десе, қайсысын аламыз? Әрине оқушылар,
бой алмайтынын аламыз. Өйткені бой алмайтыны маңызды рөл атқарады. Сонда өсу ретімен орналастырайық, мына шыққан жауаптарды. -5 орналасады, және келесі амал -1 орналасады шешімдері, және соңғысы 0 деген шешім орналасады екен. Мінекей, шыққан жауаптарды аралықтарға орналастырдық. Енді келесі амал бізде интервалдарға бөліп шығайын. Интервалдарға бөлгеннен кейін бізде қосымша аралық қойылады біреуіне. Қайсысына қосымша аралық қойылады? 0 деген жауап 2 рет шығып тұр бізде. 0, 0 деген жауап 2 рет шығатын болса, шешімдердің саны жұп болады. Ал егер 3 рет шықса қойылмайды қосымша аралық. Тек шешімдер саны жұп болатын болса, 2 рет шықты, демек жұп болып тұр. Сонда қосымша аралық қойылады екен. 0-ге қосымша аралық қойып кеттім. Мінекей. Енді таңбаларын анықтайтын болса, x квадраттың алдында екеуі де плюс болып тұр, демек оң жағымыз плюстен басталады. Плюс, минус, плюс, минус, плюс. Енді керегі бізден 0-ден кіші немесе тең деп тұр, демек қай аралықты аламыз? 0-ден кіші немесе тең деген сөз минус аралықтарды жауапқа алады екенбіз. Есептің шешімі x тиісті, -5-ке тік жақша жазады екенмін. Бой алып тұр, -1-ге жай жақша жазамын. Ал 0 деген шешім бізде минус аралыққа жатып тұр, бірақ ол бой алмағандығынан, мына жерде қараңыздар, бой алмағандығынан 0-ді жауапқа алмаймыз. Егер бой алып тұрса, 0-дің жалғыз өзін жақшаға алып қоятын еді. Осымен есебіміз аяқталды. -5 пен -1-дің арасындағы шешімдердің барлығы бізде есептің жауабы бола алады. Келесі бізде тапсырма 9. Бізде әр өрнекті, әр жақшаларды жеке-жеке мен 0-ге тең емес деп алып шығатын болам қазір. x + 1 тең емес 0-ге, және x - 4 тең емес 0-ге, одан кейінгі шешім x - 7 тең емес 0-ге. Яғни бөлшектің алымдарында тұрған өрнектердің бәрін тең емес деп түбірлі шешімдерін тауып шығатын болсақ, x + 1 деген санымыз теңдіктің оң жағына өтетін болса, мұнда -1 болып өтеді. Келесі өрнекте x тең емес, -4 деген санымыз оң жағына өтетін болса, +4 болып өтеді. Келесіде бізде x тең емес +7 болады. Одан кейінгі бөлшектің астыңғы бөліктерін оны бөлек жазып жасайын мен қазір. x + 5 тең емес 0-ге. x тең емес +5 деген сан теңдіктің оң жағына қарай өткізіп жіберетін болсақ, ол бізде -5 болып өтеді екен. Келесі өрнегіміз x - 6 тең емес 0-ге. Бұл жерден жауап шығатын болса, x тең емес 6-ға деген жауап шығады. Одан кейінгісі x + 2 тең емес 0-ге, x тең емес -2 деген жауап шығады. Мінекей оқушылар, шешімдері қазір табылды. Енді келесі амал бізде өсу ретімен осыларды орналастырып шықса. Бірінші ең алдымен -5-ті орналастырамыз. Одан кейінгі -1-ді орналастырайық. Одан кейінгі келесі -2 бар екен оның алдында. Және одан кейін -1-ді орналастырайық. Мінекей олар орналасып қойды. Енді 4, 6, 7 деген сандарды қойып шықсақ болды. 4, 6, 7 деген жауаптар. Мінекей оқушылар, бізде есептің шешімдерін барлығын енгізіп болдық. Енді келесі амал интервалдарға бөлсек. Оң жағымызды қарайтын болсақ, плюстен басталамы, минустан басталамы, соны анықтау керек. Плюстен басталатын секілді, өйткені бөлшектің алымында x-тердің барлығы плюс, ал бөлшектің бөліміндегі x-тердің барлығы плюс болып тұр. Сонда плюстен бастайтын болсақ, плюс, минус, плюс, минус, плюс, минус, плюс. Керегі бізде плюс аралық, яғни мінекей плюс аралықтарды белгілеп қоямын. Өйткені себебі 0-ден үлкен деп тұрған болатын. Сонда есептің шешімі x тиісті минус шексіздіктен -5-ге дейін, және -2-ден -1-ге дейін, және 4-тен 6-ға дейін, және 7-ден плюс шексіздікке дейін деген жауаптарды алады екенбіз. Келесі 10-шы тапсырмамызда бізде оқушылар, мына жерде сәл күрделеніп берген екен. Әр өрнекті мен қазір 0-ге теңестіріп шығамын. Ең алдымен бізде 3x деген өрнектен бастайын. 3x тең 0-ге. Және екінші жақшамыз x - 2 тең болады 0-ге. Одан кейінгі жақшамыз x - 4 тең болады 0-ге. Мұнда 3 деген санды 0-ге қарай бөліп жіберетін боламын мен. 3-ті 0-ге бөлетін болсам, 0-дің өзі шығады екен. Яғни 0-ді 3-ге бөліп жіберсем, 0-дің өзі шықты. Мұнда x - 2 дегенді теңдеудің шешімін табатын болсақ, +2 шығады, ал мұнда +4 шығады. Мінекей оқушылар, алымнан шешімдер шықты. Енді бөлшектің бөлімінде тұрған x + 2-ні тең емес 0-ге деп аламын. Өйткені бөлшектің астын әрқашан тең емес деп аламыз деп айтқан болатын, x тең емес -2-ге. Енді шыққан жауаптарды бізде аралыққа орналастыратын болсақ, бірінші -2 орналасады, одан кейін 0, келесі 2, одан кейін 4. Мінекей. Үстінен шыққан жауаптар бой алды, астынан шыққан жауаптар бой алмайды екен, білесіздер. Енді интервалға бөліп шығайын.
Бұл жерде енді бір сіздерде сұрақ туады. Мына дәрежелері ше, қандай қызмет атқарады деген секілді. Мына дәрежелеріміз бізде оқушылар қазір бізде мынандай қызмет атқарады. Яғни қайсының дәрежесінде жұп дәрежелі сан тұратын болса, жақшаның сыртында тұрған сан жұп дәрежелі болса, онда соған қосымша аралық қойылады. Яғни қосымша парашют секілді өрнек. Ал егер бұндай тақ дәрежелі болатын болса, оған ештеңе қойылмайтын болады. Демек, бізде жұп дәрежелі мынау 2 деп тұр, мынау 6 деп тұр. Осылар жұп дәрежелі, мына 3х дегеннен өрнектен бізден 0 шыққан болатын. Демек, осыған қосымша аралық қоямын 0 деген жауапқа, және x минус 2-ден плюс 2 деген жауап шыққан, оған да қосымша аралық қойып кетемін. Сонда таңбаларын қарайтын болсақ, x-тердің барлығының таңбасы плюс таңбалы болып тұр. Демек, бізде оң жағымыз плюстен басталады екен. Плюс, минус, плюс, минус, плюс, минус, плюс. Керегі 0-ден кіші немесе тең деп тұр. Демек, минус аралықтарды жауапқа алып шығамыз. Мына жерде байқасаңыздар оқушылар, ортасы не істеп тұр? Аралықтардың ортасы бой алып тұр. Демек, бой алып тұрса, мен жауапты бірден оларға пауза тоқтамай-ақ өтіп кетіп жазуыма болады. Яғни минус 2-ден басталып, қай жаққа дейін бара жатыр? Плюс 4-ке дейінгі аралық деп жазып қоя салсам болады. Өйткені арасында сандар бой алғандықтан. Келесі бізде тапсырмамыз бізде мынандай түрде келген екен. Бұл жер сәл күрделі болады оқушылар, өйткені теңсіздіктің мынандай екі бөлшегіміз бөлшектің астында осындай екі түрде келетін болса, пропорция істеп жатады. Көпшілігі пропорция істеу дұрыс болмайды оқушылар. Міндетті түрде теңсіздіктің оң жағында тұрған өрнекті сол жағына өткізіп алып, ортақ бөлім беру әдісін қолданатын боламыз. Сонда 3 бөлімде x плюс 4. Мына бөлшекті оң жағына өткізу барысында таңбасы кері таңбаға ауысады, иә? Сонда 2 бөлінген x минус 7. Яғни алдына минус таңбасын қойып қойдым. Бөлшектің алды плюс еді, сол жағына өткен кезде теңсіздіктің таңбасы өзгерді. Енді бізде ортақ бөлім беретін болсақ, мына жерден ортақ бөлім мұнда x минус 7-ден береміз, ал мұнда x плюс 4 деген мәннен береміз. Сонда демек, ары қарай ашып жазатын болсақ, ортақ бөліміміз x плюс 4 және x минус 7. Алымында тұрғанына x-ті 3-ке көбейтетін болсақ, 3x, минус 7-ні 3-ке көбейтсек, минус 21. Мұндағы минусты міндетті түрде ескереміз оқушылар. Минус деп жазып қояйын, 2 көбейтілген жақшаның ішінде x плюс 4. Мынаны қазір мен асықпай ашып көрсететін боламын. Яғни міндетті түрде 2-нің алдына минусты ұмытпау қажет. Осы жерден көпшілігі ұмытып кетеді. Сонда 3x минус 21. Минус 2-ні x-қа көбейтем, минус 2-ні 4-ке көбейтем. Минус 2-ні x-қа көбейтсек, минус 2x минус 8 деген санды аламыз. Бөлімінде x плюс 4 пен x минус 7 тұра берсін. Кіші немесе тең 0-ден. Енді, мынаны әдемілеп ықшамды жазатын болсақ, 3x пен 2x азайтылады, алымында x қалады. Минус 21 мен минус 8-іміз минус 29 деген санды береді. Келісесіздер ғой, ал бөлімінде x плюс 4 және x минус 7 деген жауаптар тұра берсін. Кіші немесе тең 0-ден. Енді, алымында тұрған өрнектері тең деп алатын боламын. Мен жауапқа x минус 29 тең болады 0-ге. Ал бөлімінде тұрған өрнектерді бізде тең емес деп алатын боламыз. Сонда алымынан x тең 29 деген жауап шығады. Бөлімінде x тең емес минус 4-ге және x тең емес плюс 7-ге деген жауаптарды қабылдайтын боламыз. Мінекей шыққан жауаптарды енді аралыққа орналастырып шығайын мен. Бірінші минус 4 орналасады, одан кейін 7 орналасады, және келесі одан кейінгісі 29. Аралықтарға мінекей бөліп шықтым. Енді оң жағына қарайтын болсақ, мына жердегі стандарт түрге қараймыз оқушылар. Таңбаны анықтау үшін x-тің алды плюс, барлық x-тердің алды плюс, демек оң жағымыз плюстен басталады. Плюс, минус, плюс, минус. Керегі бізде 0-ден кіші деп тұр, демек алатын шешіміміз минус аралықтарды жауапқа қабылдайды екенбіз. Сонда есептің шешімі x тиісті минус шексіздіктен басталып, минус шексіздіктен минус 4-ке дейін, және 7-ден плюс 29-ға дейінгі аралықтар болады екен. Мінекей, жауаптар табылды. Келесі, бізде оқушылар, мына тұрған теңсіздікті сол жағына бірінші ең алдын өткізіп алайық. Сонда x минус 2 бөлімінде x плюс 2. Сол жағына өткізген кезде минус таңбамен өтеді ол міндетті түрде. 2x минус 3 бөлімінде 4x минус 1. Үлкен 0-ден. Ортақ бөлім беретін болса, мұнда 4x минус 1-ден береміз, ал мұнда x плюс 2 деген өрнектен беретін болам. Сонда ортақ бөлімізді бөлшектің астына жазып қойып, x қосу 2 жақшаның ішінде және 4x минус 1. Мұна 4x-ті әрқайсына жеке-жеке мен қазір көбейтіп жазатын боламын. Оны алдымен жақшаның ішінде жазып көрсете салайын сіздерге. 4x минус 1 және x минус 2. Мына жақшаны ашамыз. Және мына минусты да ұмытпау керек. x қосу 2 мен
2x минус 3-ті көбейтеміз. Мінекей қазір жақшаны ашатын боламыз алымындағы. Сонда жақшаны ашатын болсақ 4x-ті x-ға, 4x-ті 2-ге деген секілді әрқайсысын көбейтіп шығайық. 4x квадрат азайтылған 8x минус 1x плюс 2 деген жауапты аламыз. Екінші өрнекте x-ті 2x-ға, x-ті 3-ге көбейтіп шығайық. Сонда 2x квадрат минус 3x қосу 4x минус 6 деген жауапты аламыз. Мына жерде оқушылар міндетті түрде не үшін жақшамен жазды деп ойлайсыздар? Себебі жақшаның алдында минус таңба тұр. Сондықтан міндетті түрде жақшамен жазу қажет. Себебі қазір мен жақшаның сыртында тұрған минусты әрқайсысына жеке-жеке көбейтіп ашып жазатын боламын. Сонда алымында қазір жақшаны ашатын боламын. Мінекей 4x квадрат. Мына жерде 8x пен минус 1x-іміз минус 9x-ті береді. Қосылған 2. Минусты ашайық ал. Минусты әрқайсысына жеке-жеке мен қазір көбейтіп шығайық. Минус 2x квадрат плюс 3x болады. Одан кейін өрнегіміз, келесі өрнегіміз минусты 4x-қа көбейтсек минус 4x шығады. Одан кейінгісі плюс 6 деген жауапты алады екенбіз. Үлкен 0-ден. Ал бөлшектің бөлімінде тұрған өрнектерді сол күйінше көшіріп жазып қойсалам. Енді алымында оқушылар бөлшектің алымында 4x квадраттан 2x квадратты азайтып жіберем, 2x квадраттың өзі шығады. 9x-та 3x екеуі қосылып минус 6x-ті береді. Минус 6x пен мынау бізде минус 10x-ті береді екен. Иә? Ары қарай 2 мен плюс 6 деген сандарымыз ол 8 деген санды берейін деп тұр. Бөлімінде x плюс 2 мен 4x минус 1 тұра береді. Мінекей оқушылар мен стандарт түрге әдемілеп келтіріп жазып көрсеттім. Енді бөлшектің бөлімінде тұрған өрнектерді алымындағын жазып алайын. Бірінші 2x квадрат минус 10x қосу 8 тең емес 0-ге деп алайық. Мұның барлығын 2-ге бөліп жүруге болады. 2-ге бөліп жүресем x квадрат минус 5x қосу 4 қалады екен. Тең емес 0-ге. Шешімдеріміз бізде оқушылар 4 пен 1 деген жауаптар шығады мына жерден. Көбейтсек 4, қоссақ 5 берді. Ал бөлшектің астын тең емес деп алайын. x плюс 2 тең емес 2 0-ге, 4x минус 1 тең емес 0-ге. X тең емес мұнда минус 2 деген жауап шығады, ал мұнда x тең емес 4-тен 1-ге деген жауаптар шығады екен. Енді келесі амал бізде оқушылар шыққан жауаптарды аралықтарға орналастырып шығатын болам. Минус 2 деген жауап шықты, 4-тен 1 деген жауап шықты, 1 деген жауап шықты, және 4 деген жауап шықты. Осылар интервалдарға мінекей орналастырдық. X-тардың, бөлшектің алымында x квадраттың алдына қарасам плюс таңба, ал бөлшектің бөлімінде x-тардың алды плюс. Демек, оң жағымыз плюстен басталады. Плюс, минус, плюс, минус, плюс, минус. Теңсіздікті қарасақ 0-ден үлкен деп отыр. Демек, бізде жауапта қай аралықты аламыз? Плюс аралықтарды шешімге қабылдайды екенбіз. Сонда мен бұрышқа қазір көрсетіп жазып қоямын сіздерге оқушылар. Жасылмен есептің шешімі сонда минус шексіздіктен минус 2-ге дейін, және 4-тен 1-ден плюс 1-ге дейін, және 4-тен плюс шексіздікке дейін деген жауаптарды алады екенбіз. Осымен бүгінгі есебіміз аяқталды. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар. Соңғы сабағымызда ешқашан қателеспейтін адам ол ештеңе жасамайтын адам деп түйіндесек болады. Яғни ешқашан қателесуден қорықпаңыздар оқушылар. Қателесу арқылы сіздер солардан сабақ алып үлкен тәжірибе жинайтын боласыздар. Сау болыңыздар.